Қайырлы күн, құрметті пайдаланушы. Менің есімім Гүлдана, және осы қысқа бейнероликте мен сізге қалай біздің бағдарламаны пайдалану керектігін көрсетемін. Осы бейнероликті қарап шыққаннан кейін, сіз өзіңіздің мәселеңізді қалай шешуге болатынын түсінесіз. Сондай-ақ бағдарламаның мүмкіндіктерімен жақынырақ танысасыз. Бұл видеода клиентке тауар қайтаруды қалай рәсімдеу керектігін көрсетеміз. Қайтарымды екі жолмен жасауға болады. Торговля блогындағы продажа бөлім арқылы және кассирдің жұмыс орнындағы возврат товара батырмасы арқылы. Алдымен қайтарымды кассирдің жұмыс орнындағы возврат товара батырмасы арқылы жасаймыз. Экранда чек номері бойынша іздеу терезесі ашылады. Мұнда чек номерін қолмен енгізуге немесе тізімнен қажетті чекті таңдауға болады. Чекті таңдағаннан кейін сату туралы мәліметтері бар қайтарым терезесі ашылады. Қайтарымның күні мен уақыты автоматты түрде ағымдағы уақытқа қойылады, бірақ қажет болса өзгертуге болады. Клиент автоматты түрде анықталады, яғни сату кімге рәсімдесе, сол клиент көрсетіледі. Егер пайдаланушыда тиісті рұқсаттар болса, қажет болған жағдайда қызметкерді де ауыстыруға болады. Қайтарымның примечание жолында қайтарым жасалған сату чегінің номері және рәсімделген күні көрсетіледі. Енді тауарларды қайтаруға көшейік. Чектегі барлық тауарларды немесе белгілі бір позицияны қайтаруға болады. Экранда вернуть бағанында тауар саны 0 болып тұрғанын көреміз. Егер нақты бір тауарды ғана қайтару қажет болса, тауардың санын тек сол тауарда көрсетеміз. Біздің мысалда 2 тауарды қайтарамыз. Тауардың саны бойынша шатасып қалмаймыз. Себебі куплена бағанында сату кезінде алынған тауар саны көрсетіліп тұрады. Карандаш белгішесін басу арқылы тауардың санын немесе бағасын өзгертуге болады. Егер вернуть бағанында 0 болып тұрса, бұл тауар қайтарымға қатыспайды және сатылған күйінде қалады. Келесі кезең қайтарым төлемін рәсімдеу. Алдымен төлем түрін таңдаймыз. Оплачено магазинам жолы қайтарылатын тауарлардың сомасымен автоматты түрде толтырылады. Қажет болса, бұл соманы қолмен өзгертуге болады. Біздің мысалда соманы тауар құнына тең етіп қалдырамыз. Барлығы дайын болғаннан кейін оформить возврат батырмасын басамыз. Рәсімделген қайтарымды көру үшін возврат клиенті бөліміне өтеміз. Бұл жерде барлық қайтарымдардың тізімі сақталады. Ыңғайлы болу үшін күні бойынша сүзгіде қарастырылған. Көз белгішесі арқылы қайтарым құжатының толық ақпаратын көруге болады. Ал оң жағындағы 3 нүкте арқылы құжатты басып шығаруға немесе қайтарымды жоюға болады. Басып шығару үшін печать батырмасын басамыз. Құжат PDF форматында ашылады және оны сақтауға немесе басып шығаруға болады. Енді қайтарымды продажа бөлім арқылы жасайық. Қажетті сауданы таңдап, оң жақтағы 3 нүктені басамыз. Одан кейін возврат товара батырмасын таңдаймыз. Қайтарым формасы продажа бөлімінде де, кассирдің жұмыс орнында да бірдей. Егер қайтарым жасалған сатуды қайта ашсақ, бұрын қайтарылған тауарлардың мәртебесі автоматты түрде көрсетіледі. Ал сатудың примечание жолында байланысты қайтарым құжатының номері жазылған. Бұл өте ыңғайлы, себебі бір тауарды қайтадан қайтаруды болдырмайды, бақылауды жеңілдетеді. Әр чек бойынша қайтарымдардың ашық есебін жүргізуге көмектеседі. Енді қайтарымдар тізіміне қайта оралып, жасалған қайтарымды жояйық. Ол үшін әрекеттер бағанындағы 3 нүктені басып, жою батырмасын басамыз. Әрекетті растаймыз. Қайтарым сәтті жойылды. Бұл бейнеролик сіздің сұрақтарыңызға жауап берді деп үміттенеміз. Біздің арнамыздағы басқа да оқыту видеоларын көріңіз, немесе кез келген уақытта 8-702-778-99-11 нөмірі арқылы хабарласыңыз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Сізге сәтті сауда тілейміз.